Жақында менімен бір оқиға болды. Бір тойға бардым. Той адал дастарханда, халал деп айтамыз ғой, сондай бір дастарханмен болды. Тамада жүргізіп жүр, ойын ойнатып жүр, әзілдерін айтып жүр, тойдың көңілді өтуіне барша атсалысып жатыр. Бірақ тойдың ортасына қарай мынандай сөз айтты. Осы той негізінде бұдан да көңілдірек өтуші еді, бұдан да жақсырақ өтуші еді, бірақ ол үшін бізге ащы су жетпей жатыр деп айтты. Яғни оның меңзегені арақ еді. Әзілдеп айтты ма, қалай айтса да, ол соны айтты. Кейін мен өзім ойладым. Неге біз өміріміздегі бақытты сәттердің барлығын арақпен байланыстырамыз? Тойларды, баланың, жаңағы әйеліміздің босануы, баланың перзентханадан шығуы, әйтеуір басымызға бір бақтың келгені, жақсы бір жұмысқа орналасу, үй алу, машина алу, әйтеуір қандай да бір құнды затқа қол жеткізу, сондай бір бақытты өмірдегі сәттеріміз арақпен байланыстырамыз. Сондай адамдар көп. Біз білу керекпіз. Сіз өміріңіздегі бақытты сәттерді арақпен байланыстырсаңыз, біліңіздер, сіздің жақындарыңыз бар. Олар өміріндегі ең бақытсыз сәттерді арақпен байланыстырады. Сіздің балаңыз, оның өміріндегі ең бақытсыз сәттері әкесінің бөтелке ұстап, араққа әуес болып жүргені. Сіздің жұбайыңыз үшін оның өміріндегі ең бақытсыз сәттері сіздің бөтелке ұстап, арақ ішіп жүрген сәттеріңіз. Сіздің ата-анаңыздың, әкеңіздің, анаңыздың да өміріндегі ең бақытсыз сәттері арақпен байланысты. Өйткені сол күні оның баласы қолына бөтелке ұстап жүреді. Міне өкінішке орай осылай. Сол себепті бір екі бала болды дейді. Біреуі араққа әуес, біреуі мүлдем арақ ішпейді. Екеуінен сұрайды екен: сен неге арақ ішесің десе, өйткені менің әкем арақ ішкен деп айтады. Ал екіншісінен сұрасаң, сен неге арақ ішпейсің десе, өйткені менің әкем арақ ішкен деп айтады. Екі түрлі адам, бірақ екі түрлі нәтиже, екі түрлі әсер. Сол себепті өміріміздің бақытты сәттерін жай ғана бала-шағаның күлкісімен, отбасымыздың қуанышымен, риясыз күлкімен, сол нәрсемен байланыстырайықшы. Аллаға шүкіршілік айтайық.